Здравствуйте, ребята! Подписывайтесь на мой канал. Урок номер 51. Дружат народы нашей страны. Біздің еліміздің халқы достықта. Ты сможешь находить в текстах главную информацию, отвечать на вопросы, отличать стихотворение от сказок и рассказов. Сен мәтіннен басты мәлімет табуды, сұраққа жауап беруді үйренесің. Және өлең жолдарының ертегіден және әңгімеден айырмашылығын табасың. Упражнение 1. Послушай стихотворение. О чем оно? Өлең жолдарын тыңда. Не туралы? Как повезло тебе и мне, мы родились в такой стране, куда ни глянь, кругом друзья, мой Казахстан, республика моя. Менің де сенің де жолымыз болды. Біз сондай керемет елде дүниеге келдік. Қайда қарасақ та жан-жағымыздың барлығы дос. Менің Қазақстаным, республикам менің. Придумай заголовок. Ат ойлап тап. Выучи наизусть, жаттап ал. Упражнение 2. Рассмотри картинку в гостях у Данияра. Расскажи по плану о традициях семьи Данияра. Даниярдың үйінде қонақта деп аталатын суретті қара. Және Даниярдың отбасындағы салт-дәстүрлер туралы жоспар бойынша айтып бер. Первый. Встреча гостей и приветствие. Қонақты қарсы алу және сәлемдесу. Угощение гостей. Қонақтарға ас ұсыну. Игры с гостями. Қонақтармен ойын. Национальная одежда семьи. Отбасының ұлттық киімі. Используй знакомые слова и словосочетания. Өзіңе таныс сөздер мен сөз тіркесін қолдан. Бауырсаки, бауырсақтар. Мясо по-казахски, қазақша ет. Кумыс, қымыз. Асыки, асықтар. Камзол, қамзол. Такия, тақия. Көйлек, шапан, саукеле. Расскажите о национальных чертах казахского народа. Қазақ халқына тән ұлттық қасиет туралы айтып бер. Добрые, мейірімді, щедрые, жомарт, открытые, ашық, заботливые, қамқор, гостеприимные, қонақ жай. Упражнение 3. Рассмотри картинку в гостях у Арины. Познакомься с бытом и традициями русского народа. Прочитай текст. Аринаның үйінде қонақта деп аталатын суретті қара және орыс халқының тұрмыс-тіршілігімен, салт-дәстүрлерімен таныс. Мәтінді оқы. Русский народ очень гостеприимный. Гостей встречает хлебом и солью и приветствует словами «добро пожаловать». Угощает пирогами, блинами, караваем. На некоторые праздники надевает национальную одежду. Сарафан, кокошники, юбки, рубахи. Орыс халқы өте қонақжай халық. Олар қонақты нанмен, тұзбен және де қош келдіңіз деген сөзбен қарсы алады. Олар қонақтарға бәліш, қимақ, нан ұсынады. Және олар кейбір мерекеге өздерінің ұлттық киімдерін киеді. Жаңа сарафан, жейде, белдемше, кокошниктер киеді. Расскажи, о чем ты узнал. Не туралы білдің, айтып бер. Упражнение 4. Подумай, напишите один или два ответа на вопрос. Ойланып, бір-екі сұраққа жауап бер. Что объединяет казахские и русские семьи в Казахстане? У всех семей одна родина Казахстан. Барлығының ортақ несі отаны Казахстан. Все семьи гостеприимные, добрые, щедрые, открытые. Барлық отбасы қонақжай, мейірімді, жомарт және ашық. Все они стремятся к дружбе и миру, помогают друг другу. Олардың барлығы достық пен ынтымаққа ұмтылады, бір-біріне көмектеседі. Все праздники Казахстан отмечает вместе. Қазақстанның барлық мерекесін бірге тойлайды. Чем они отличаются? Олардың айырмашылығы қандай? Национальная еда, ұлттық тағам, национальная одежда, ұлттық киім, национальные игры, ұлттық ойын. Что объединяет эти семьи? Бұл отбасыларын не біріктіреді? Родина, отан, дружба, достық, уважение, сыйластық. Урок окончен. До свидания.